Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Мінекей үй жағдайында өскен тауықтар өздеріңіз білесіздер, иә. Бүгінгі тапсырыс берген адамдардың тауықтары артық тауық бүгін қойған жоқпын. Қолым тимеді, үлгермей жатырмын. Қазір қаз соямыз, заказдың қаздары. Соған үлгеріп қалуым керек. Енді мен сіздерге айтайын дегенім, негізі менің тауығымды осылай алдын ала мариновать етуге болады. Мен маринатталған дайын тауық сатпаймын. Мен тек қана мынандай тауықты сатамын. Дұрыс түсініңіздер, иә? Мынандай тауықты ғана сатамын. Мен өзім мынандай тауықтарды алып дайындап қойым алдын ала. Күнделікті қолың тимей қалады, немесе үйге қонақ келіп қалады. Сол кезде мынаны алып шығып, морозилкаға салып қоясыздар ғой. Алып шығып, морозилкадан бір сағатқа отқа қойып қойсаңыздар, пісіп шығады. Цыпленокта табаке болады ғой. Иә? Міне, осылай кесіп аласыздар арқа жағынан. Міне, цыпленокта табаке. Соны майонез, тұзын, жаңағы бұрышын, папусы салдым. Қасымға деп. Кішкене дәмін шығару үшін кішкене бал қосам. Бал кішкене қызылдау свет береді и дәм береді. Осындайды мынаны араластырып, мынаған жағып, көрдіңіздер ме? Жағып, осылай қойып қойсаңыздар, морозилкаға қойып қойсаңыздар, кез келген кезде алып отқа қойып, бір сағатқа, ақырын отқа қойып, бір сағатқа пісіріп алсаңыздар, өте дәмі күшті болып тұрады. Мынау алдын ала тұздап, осылай маринаттап қойсаңыздар, мынаған тұзы сіңеді, мына маринаты сіңеді. Одан кейін жеген кезде дәмді болады. Бұның еті жұмсақ болады. Осылай маринаттап, кез келген кезде морозилкадан алсаңыз болады. Міне, дайын. Қараңыз. Мен андай маринатты сатпаймын достар. Міне көрдіңіздер ме? Мынандай маринатты сатпаймын, тек қана осылай жасауларыңызға болады. 2 тауықтан жоғары доставка тегін ағайын. Мінекей, менің бүгінгі жұмысым.